Орео пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны ақырына шейін көріңіз. Қазақша каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, подпискаға тіркеліп, қоңырау шандасуды ұмытпаңыз. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Үстіне шекерімізді салып, блинчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Шекер ергенше бөлме температурасындағы ерітілген сармайымызды үстіне салатын боламыз. Араластыратын боламыз, тоқтатпай. Құрғақ ингредиенттерімізді дайындап алатын боламыз. Ұнымызға разрыхлителімізді салып, араластырып алатын боламыз. Өлшеп қойған ұнымызды салатын боламыз, бөліп. Какаомызды да салып алатын боламыз үстіне. Араластырып, қамыр қып, илеп алатын боламыз. Астына құрамын жазып қойдым. Басқа ұнның қажеті жоқ, солмен өзі иленеді. Пакетімізге салып, дейін машинкасын дайындайтын боламыз. Тазалығымызға жұмыртқамызды жарып, әбден араластырып, шекер салатын боламыз. Шекер ерігенше араластыратын боламыз. Үстіне қаймағымызды салып, бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Жүгері крахмал салатын боламыз. Менде 1,5 қасық. Араластырып, ореомызды бөліп, сындырып салатын боламыз. Менікі 24 диаметрлік форма. Көп қамырды астына жайып жібердім. Оқтаумен жайсаңыздар да болады. Шет жағына қалғанын сеуіп, вилканың көмегімен тесіп шықтым. Начинкасын салатын боламыз үстіне. Орео печеньелерімізді үстіне қойып шығатын боламыз. 180 градуста 45 минутта піседі. Суытып, холодильникке қойып, 1 сағатқа. Содан кейін жесеңіздер керемет болып шығады. Ақшама тіркелуді ұмытпаңыз.